Сәлем достар, сіздермен бірге Азекен және Қазылт Продакшн арнасы. Бүгін мен сіздерге «Бегущая в лабиринте» деген фильмге пересказ жасайтын боламын. Лиза есімді басты кейіпкер өзінің өміріндегі қиындықтарынан кейін паникамен жол үстінде жатады. Жолда кетіп бара жатқан машина Лизаның жолдан тұруына себепкер болады. Машина кетіп қалмайын деп Лизаның жанына келіп тоқтайды. Сол кезде машинаны айдаушы Лизаға жақын жердегі заправкаға апарып тастаймын деп уәде етеді. Лиза отырады. Адам есімді бұл кейіпкер Лизаны әңгімеге тарта бастайды. Лиза жақында өзінің қызына 9 жас толатынын және өміріндегі қиындықтарын айта бастайды. Дәл сол кезде радиода таң азанмен 2 адамды өлтірген қауіпті адам туралы хабар айтып жатады. Лиза оның жанындағы адам екенін бірден түсініп, қорқынышпен қарайды. Сол кезде адам көлікті бірден тоқтатып, Лизаны соғыстырады. 4 қабырғаның ішінде Лиза есін жияды. Лиза есін жиған кезде оның үстінде түсініксіз киім мен қолында жанып тұрған браслет болады. Лиза дәл алдында ұзын әрі тар туннель көреді. Сол туннельге кіреді. Туннельмен жол тарта бастайды. Туннельмен жүре бастайды. Алдында ұзын жол тұрады. Қолындағы браслетте артқа қарай жүретін таймерді көрсетеді. Таймер саны 10 минут 53 секунд болып тұрады. Лиза уақытты кетірмейін деп алға қарай жол алады. Алға қарай жол алып жүріп бара жатқан кезде дәл алдынан темір қақпа шығып жауып қалады. Қыстырылып, Лиза ашық жолмен өтеді. Ашық жолмен өтіп тағы да бір туннельге тап болады. Ол туннель өте қауіпті болады. Лизаны қыса бастайды. Лиза зорға дегенде тарылып барып келесі туннельге қарай шығады. Сол кезде Лиза қолына қарайды. Лизаның қолындағы таймерде 5 минутты көрсетеді. Лиза алдына қараған кезде алдында бір адамның жатқанын байқайды. Лиза жанына барып, оның лабиринт ішінде өліп қалған адам екенін түсінеді. Паниковать етеді. Есін жиып, Лиза алға қарай бет ала береді. Туннельдің арасынан шығып алға қарай кетіп бара жатқан кезде алдынан сетка шығады. Қолындағы таймер уақыты азая береді. Bir кезде 50 секундқа дейін түседі. Сол кезде барлық түс қызыл жанып, жан-жанынан кнопкалар шығып газ шығара бастайды. Лиза жанындағы бір қорғанатын жерге кіріп қорғанып қалады. Туннельдің іші отқа өртенеді. Лиза қорғаныста жатады. Сосын Лизаны артқа қарай тастай жібереді. Лиза қайтадан туннельге тап болады. Лиза дәл алдында шығу жолын байқайды. Жатып ол сырғанап шыға бастайды. Лиза таймер сағатына қараған кезде жаңа уақыт қосылғанын байқайды. Алға қарай жоғарыға қарай жүріп шыққан кезде ол сумен толған бөлмеге тап болады. Ол бөлмеден де өткен кезде дәл алдындағы туннель суға тола бастайды. Ол туннельден де Лиза қиналып жоғарыға қарай ашық жолға шығады. Шыққаннан соң тағы да туннельге тап болады. Дәл сол кезде туннельдің асты ашылады. Тар ғана орын қалады. Туннельдің ортасында ыстық кислород болады. Лиза қорқынышпен жай байқап, сол кислородтың арасынан шыға бастайды. Шығып біткен кезде тізесі кислородқа кіріп кетеді. Тізесін күйдіріп, қиналып жатады. Сол кезде Лиза алдындағы туннельден бір адамды байқайды. Ол бір-біріне қарай келеді. Ал ана адам одан көмек сұрайды. Сол кезде жанындағы адамның браслеті қызыл түске жанады. Екеуінің ортасындағы туннельде қорғанатын жер ашылады. Екеуі де қорғанатын жерге қарай таласып тармасып жол ала бастайды. Қорғанатын жерге жақындаған кезде бір-бірімен алысады. Соңында Лиза жеңіп шығады. Стекло жабылып қалып жанындағы адамның қолын қырқып жібереді. Оның татуировкасына қарап көліктегі адам болғанын түсінеді. Туннель іші қайтадан өртке толады. Лиза қорғаныш жерінің үстіне қараған кезде оның үстінен грей аға бастайды. Ал жанынан бір аппарат келіп Лизаға әңгіме айтады. Ол аппарат Лизаның жараларын емдеп береді. Киіміне бір құрылғыны салу арқылы Лизаның өткенін есіне түсіріп береді. Лиза өзінің қолындағы цифрларға және туннель лабиринтінде болған басқа кейіпкерлердің цифрларына қарап, оның шығу жолымен байланысты екенін түсінеді. Лиза тағы бір туннельге шыққан кезде дәл алдынан вентилятор келе бастайды. Лиза артқа қарай кетіп барып, шегініп, тағы бір лабиринтке тап болады. Туннель ішінде артқа қарай қараған кезде бір қорқынышты дауыс шығып, түрі жаман бір құбыжықты көреді. Ол құбыжық Лизаның арқасынан қуады. Лиза тығылып қалады. Құбыжық өтіп кетеді. Лиза туннельден бір бөлмеге қарай шығады. Бөлмеде 2 туннельді көрсетеді. Бір туннельді таңдап, сол туннельмен қарай жүре бастайды. Ол туннельден шыққан кезде бір аппақ бөлмеге тап болады. Стеклоның арасынан өзінің воспоминанияларын, яғни өткен өмірін көрсете бастайды. Лиза өз қызын көреді. Өзінің қызының добы терезеден шығып кетіп, өзінің қызы да терезеден шығады. Дәл төбесінен қорқынышты дауыспен жаңағы құбыжық келеді.
Лиза одан қашып басқа туннельге кіреді. Ол туннель тікенектерге толы болады. Лизаның таймерінде аз уақыт көлемін көрсетеді. Құбыжық тығылатын жерге тығылады, ал Лиза туннельдің ішінде қалып кетеді. Туннельдің іші отқа толып жатқан кезде Лизаны төменге қарай тастап жібереді. Лиза көзін ашқан кезде өзінің бірінші бөлмесіне тап болады. Аппарат төбеден тағы да түседі. Аппаратты итеріп, мені емдемей-ақ қой, менің өлуіме жол берші дейді. Дәл сол кезде Лиза сценадағы символды байқайды. Ол символ шығу жолын көрсететін символ болатын. Аппарат Лизаның жараларын емдеп береді. Лиза тәуекелмен тағы да алға қарай бет алады. Туннельдерден жылдам әрі тез өтеді. Кислородқа келген кезде өзінің браслетін кислородқа күйдіреді. Қолынан тағы да шығу жолын көрсететін символды байқайды. Символ арқылы Лиза басқа туннельді таңдап сол туннельдің ішіне кіреді. Бірақ ол туннель ішіндегі гравитация Лизаны әр жаққа қарай итеріп жібереді. Лиза қолындағы браслетті алып басқа туннельге қарай лақтырып жібереді. Сол кезде браслеттің арқасынан құбыжық жүгіріп кетеді. Лиза туннельден шығып, жүрекпен қапталған тағы да бір бөлмеге тап болады. Ол бөлме дәл ішкі организмнің кейпіндей болады. Бөлменің сыртынан жаңағы құбыжық оны аңди бастайды. Сол кезде Лиза жерге қарағанда өзінің браслетін байқайды. Таймерде уақыт аз болады. Лиза бөлмеден шығып қорғанатын жерге қарай кіріп кетеді. Арқасынан зомби келеді. От болатын шығар деп күтіп тұрған кезде стекло ашылып кетеді. Зомбимен біраз уақыт алысып, оның басынан теуіп, одан құтылып кетуге шамасы жетеді. Ақыры соңында туннельдің ішінен шығады. Туннельдің ішінен шығып, тағы да сол бөлмеге тап болады. Оң жақ пен сол жақтағы туннельді көрсетеді. Қолындағы символ арқылы оң жақтағы туннельді таңдауды шешеді. Сол кезде сол жақтан қызы Нина шығады. Нина шығып, оны сол жаққа қарай әкеткісі келеді. Бірақ оның өтірік екенін түсініп, бәрібір оң жақты таңдайды. Ол туннельде жоғарыдан түсіп, қайтадан кіріп кететін өткір лезвілерге толы болады. Жылдам лезвілерден өтіп жатқан кезде оның аяғының саусағын кесіп жібереді. Лиза дәл алдынан бұлттарды, бостандықты көреді. Жанына жақындаған кезде ол жай ғана экран болады. Экран өшіп қалады. Лиза жылап жатқан кезде туннельдің іші жарыққа толады. Сөйтіп Лиза көтеріледі. Лиза көзін ашқан кезде далада, тау-тастардың арасында оянады. Жанында водопад болады. Оның денесінде ешқандай жара болмайды, ал жанында қызы Нина отырады. Нина отырып, менің анамның денесі өлген, ал өзі өмірді жалғастыруға болады деп айтады. «Бегущий в лабиринте», да? Помните? Так вот, это другой совсем фильм. Графонно сидящий на месте Марк. И это пересказ кинофильма «Бегущая в лабиринте». Молодая девушка Лиза находится в подавленном состоянии. Она лежит на дороге